Бәріне сәлем, бұл видеода біз көрпе қабын, көрпе тысын тігуді үйренетін боламыз. Ол үшін бізге үйдегі көрпенің көлемін өлшеп алу қажет болады. Менде 160-та 200 сантиметрлік көрпе, енді осыған мата шығынын есептейік. Ең бірінші біз көрпенің ұзындығын 2 еселейміз. Яғни 200 сантиметрге 200 сантиметр қосамыз. Ұзындығына қосымша ретінде 10 сантиметр береміз. Ал еніне тігіске қосымша ретінде 5 сантиметр беріп сызып аламыз. Сонда бізге 160-та 200 сантиметр болатын көрпеге ені 165-те 410 сантиметр болатын мата қажет болады. Ендеше тігуді бастайық. Мынау біздің көрпе тысына арналған матамыз деп есептейік. Екі қысқа енін алып келеміз. Бірінші 1 сантиметрге, содан кейін тағы 1 сантиметрге қайырып, шетіне 1 мм жеткізбей, екі қысқа енін тігіп аламыз. Мінекей матамыздың екі қысқа енін тігіп алдық. Енді теріс жағын ішінде, оң жағы сыртында матаны осылай екіге бүктейміз теңдей. Шетіне 5 мм жеткізбей, екі ұзындығын сыртынан тігіп аламыз. Сыртынан осылай 5 мм жеткізбей тігіп алдық. Енді матаны толықтай теріс аударамыз. Екі ұзындығынан шетіне 1 см жеткізбей тігіп шығамыз. Мінекей шетіне 1 см жеткізбей тігіп алдық. Сонда ішінен де сыртынан да өте сапалы матаның бөлігі шығады. Енді бізге мына төменгі жақты тігу қажет болады. Ол үшін матаның сол жағынан 40 см, оң жағынан 40 см белгілеп, бағанағы тігістің үстінен осы жерге шейін тігіп аламыз. Және мына жақтан бастап, мына жерге шейін тігіп аламыз. Сонда бізде 80 сантиметрлік арақашықтық ашық қалады. Осы жерден көрпемізді салып, тысымызды қаптай аламыз. Осы жерге қалауыңызша 3-4 жерден түйме қадап, мына жерге петля тігіп қойсаңыз болады. Ол қалауыңызша. Енді бүкіл тігістерді толықтай бір үтіктеп, көрпемізді қаптаймыз. Көрпе тысын тігу сіз ойлағаннан да әлдеқайда оңай. Міндетті түрде тігіп көріңіз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Гүлхан.